Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бауырлас түрік халқының ұлттық тағамдарының бірі мерджимек чорбасы, яғни чечевица сорпасы рецептімен бөлісемін. Дайындалуы жылдам, әрі тез және оңай. Бұл тағамның біздің асқазанымызға және ішек жолдарына пайдасы өте зор. Бізге керек заттар: қызыл чечевица, сәбіз, картоп, пияз, сұйық май, томат пастасы және бульон. Егер сізде бульон болмаса, жай сумен де жасауға болады, немесе басқа бульонмен болады. Егер сіз сәбізді жақсы көрсеңіз, көбірек қоссаңыз болады. Ең алдымен сұйық майда пиязды, сәбіз, картоп және томат пастасын қосып жақсылап қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Көкөністерді қуырып болғаннан соң үстіне чечевицаны салып, көп емес 2-3 минут қуырамыз. Қуырып болғаннан соң бульонымызды қосамыз, немесе жай су. Жақсылап қайнатамыз. Негізі чечевица және көкөністер 20-25 минутта пісіп шығады. Егер сізде блендер болса, осы уақыт жеткілікті болады. Егер сізде блендер болмаса, жарты сағат қайнатып, ситодан өткізсеңіз болады. Менде сорпа 25 минут қайнап шықты, суы осылай тартылды. Егер сізге сұйық ұнаса, үстінен тағы бір стакан артық су құйсаңыз болады. Маған осы су жеткілікті. Енді дайын болған сорпамызды блендерға құйып еземіз. Егер сізде блендер болмаса, жаңағыдай айтқандағыдай ситодан өткізсеңіз болады. Тек көбірек қайнату керек. Болды, біздің сорпамыз дайын. Өз қалауыңызша лимонмен, сливкимен, қызыл бұрышпен ұсынуға болады. Татымына қарай тұз, қара бұрыш және де дәмдеуіштерді сорпа әбден дайын болған кезінде қосыңыз. Сол кезінде дәмі ерекше болады. Ас болсын, сорпа сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаса пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.